Ассаламағалейкум. Мен бүгін сіздерге бантикке ұқсайтын чак-чак немесе хворсты пісіріп көрсетемін. Ол үшін бізге 2 стакан ұн, 1 жұмыртқа, жарты ас қасық тұз, 1 ас қасық қант, жылы сүт немесе суды қолдана отырып, қамырымызды илеп аламыз. Дайын болған қамырды 20 минут бетін жауып қоямыз. Дайын қамырымызды 2 немесе 3 бөлікке бөліп, жұқа етіп жайып аламыз. Дайын болған қамыр күлшесін әдемі қамыр кескішпен немесе пышақпен бірдей етіп барынша 4 бүріштеп кесіп аламыз майда етіп. Дайын кесілген қамырымызға бантиктің пішінін береміз. Қызып тұрған майға бантиктерімізді салып, араластыра отырып, пісіріп аламыз. Піскеннен кейін салфетка төселінген ыдысқа саламыз. Барлығын жақсылап қуырып алғаннан кейін сиропымызды дайындаймыз. Ол үшін 1 стакан су, 1,5 стакан қант, суға сала отырып, жақсылап араластырып ертіп аламыз. Қантымызды араластырып ертіп алғаннан кейін 3 қасық бал салып араластырамыз қайнағанша. Сироптарыңызға лимон қышқылын немесе лимонның согын қосуларыңызға болады. Дайын болған сиропты чак-чагымыздың үстіне ыстық күйінде құйып араластырамыз. Чак-чактарыңызға мейіз немесе жаңғақ қоссаңыздар болады. Сиропты құйып, жақсылап араластырғаннан кейін 1 ыдысқа салып, тоңазытқышқа жарты сағаттай қойып алғандарыңыз жөн. Біздің дәмді чак-чактарымыз дайын болды.